Елбасы ұсынған 100 нақты қадам жоспары бүгінде мемлекеттік маңызы зор стратегиялардың бірі болып отыр. Өйткені онда барлық сала заман талабына сай өзгертіліп, жаңаша түрде қолданысқа енгізілуде. Осы ұлт жоспарының басым бағыты кәсіби мемлекеттік аппарат құруға негізделген. Бүгінде баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекетті қалыптастыру бағытындағы 15 қадам бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аймақтағы департамент қызметкерлері өз жұмыстарын жандандыруда. Қазір мемлекеттік қызмет туралы заң өзгеріске енгізілуде. Ондағы барлық жаңашылдық мемлекеттік қызметтің сапасын арттыруға, онда еңбек ететін азаматтардың этикасын қалыптастыра отырып, нағыз кәсіби маман шығаруға негізделген. Мәселен, 6-шы қадамда мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысын тағайындау туралы айтылған. Алдағы уақыттан бастап халыққа қызмет көрсететін қызметшілер жалақыны санатына, беделіне қарай алмайды. Оның жалақысы атқарған жұмысының нәтижесіне қарай тағайындалады. Жұмыстың қиындығы және қабылданатын шешімдердің салдарына байланысты бағалар қойылады. Сол бағалардың нәтижесімен жалақы тағайындалады. Яғни бірдей деңгейдегі қызметкерлер, яғни бірдей санаттары бірдей болғанымен, олардың жалақысы әртүрлі болуы мүмкін. Жақсы өзін өскісі келетін, жұмыс істегісі келетін мемлекеттік қызметшілерді ары қарай ынталандыруымызға жақсы көрсеткіш болады деген ойдамыз. Енді кез келген қызметте жаңа басшы қол астындағы командасын бірге ертіп келе алмайды. Өйткені жаңа реформа бойынша мемлекеттік қызметте өсу тек төменгі лауазымынан басталады. Ал жаңадан жұмысқа қабылданған азамат 3 деңгейлі іріктеуден өтеді. Мемлекеттік қызметке алғаш орналасатын азаматтар төменгі деңгейдегі лауазымдардан бастауы тиіс. Іріктеу конкурсы 3 кезеңнен тұратын болады. Біріншісі ол заңнаманы білу деңгейін анықтау тестілеуі, екінші агенттікте өтетін әңгімелесу, үшінші мемлекеттік органда кәсіби біліктілігі бойынша әңгімелесуден өтеді. Елбасы ұсынған 100 нақты қадамның 15 қадамында кәсіби мемлекеттік аппарат құрудың қарекеті қарастырылған. Мұндағы мақсат халыққа қызмет көрсету сапасын арттыра отырып, мемлекетімізде білікті кадрларды қалыптастыру, ал кәсіби маман тәрбиелеу уақыт талабы болып отыр. Мархабат Көпбосынова, Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.